Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Бекзат. Мен бүгін сіздерге осындай қазы айналдыру әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қабырға етін осылай кесіп, жуып дайындап аламыз. Содан кейін чеснок, яғни сарымсақты, қара бұрышты, тұзды дайындаймыз. Чеснокты ашып алғаннан кейін арнайы чеснок езетімен немесе мясорубкамен езіп алсаңыздар болады. Немесе қолмен көбіктеп майдалап турауға болады. Енді мінекей өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, видеодағыдай барлық еттерді ұзынша етіп турап алдым. Бұл жерде ет пен май араласқан, ішекке сиятындай етіп, ыңғайлы етіп, ұзынша қылып турап аламыз. Содан кейін бұрышымызды, тұзымызды, сарымсағымызды салатын боламыз. Мінекей ең алдымен сарымсақты салдым. Одан кейін тұз салып, бұрыш салып, жақсылап екі қолдың көмегімен араластыратын боламыз. Сарымсақты да, тұзды да, бұрышты да көп мөлшерде қоссаңыздар, жақсылап сіңіп, қазыларыңыздың дәмі керемет болады. Мінекей осылайша барлығына ысқылап жағып отырып, етімізді тұздап аламыз. Яғни маринадтап осылай. Және де шамалы уақытқа тұзы, бұрышы сіңгенше қойып қойсаңыздар болады, бір жарты сағатқа. Содан кейін қазыны айналдыруға болады. Немесе осылай жақсылап араластырып қолдың көмегімен. Содан кейін бірден ішекке салсаңыздар да болады. Бұл жерде сарымсақты, яғни чеснокты молдау қылып қоссаңыздар, қазылардың иісі асқанда да, етке салып асқанда да иісі бұрқырап шығатын болады. Сондықтан сарымсағын, бұрышын мол қылып қосқандарыңыз жөн. Мінекей барлығын араластырып болдым. Енді өзінің ішегіне айналдырам деп ойладым, бірақ бұл жерде ішек мықты кішкентай болды. Негізі жылда өзінің ішегіне айналдыратын болатын. Бұл жерде мен енді сыймағандықтан, ішегі мықты кішкентай болғандықтан арнайы магазинде сатылатын искусственный дейді ғой, сондай қаз айналдыратын пакетикке салдым. Негізі мен бұл жерде 2 күн морозильникке салып қойдым. Өйткені менде ішекке сыймайтын болғандықтан осылай осы арнайы қағаз сатып алу үшін осы тұздалған, бұрышталған етті морозильникке 2 күн сақтадым. Содан кейін осылай арнайы искусственный салафанды алғаннан кейін екі жағын жіптің көмегімен байлаймыз. Бұл жерде мен бұны бірінші рет қолданып тұрмын, бірақ өте ыңғайлы екен. Мықты кішкентай ішекке бар уақытыңды, энергияңды жіберіп тұрғанша, неге осындай дайын салапанға да салып сақтауға болады екен. Мен бұны бірінші рет көруім, және де салған кезде маған өте ыңғайлы болды. Егер сіздерде де ішектеріңіз кішкентай болып, қазы айналдыруға келмейтін болса, мінекей осындай дайын искусственный,
яғни арнайы ішек сатып алсаңыздар болады. Мінекей көріп тұрғандағыдай аузы өте кең және де оңай салынады етіміз. Осылайша менде уақытымды үнемдеп барлығын тез салып шықтым. Сала отырып және де барлығын нықыстап, яғни итере отырып, келесісін саламыз. Сол кезде ішегіміз, яғни қазымыз тығыз және де әдемі болып шығады. Мен негізі шағын қонаққа немесе етке қосып асуға барлық ішектерді шағындап, өзіме ыңғайлы етіп айналдырдым. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қандай размерде айналдырғыларыңыз келеді, сондай қылып көлемін кесіп алсаңыздар болады. Мінекей маған осылай жеткілікті. Бір асым етке және де шағын қонаққа осылай ыңғайлы етіп өзіме барлығын бірдей көлемде қазымды айналдырдым. Мінекей осылай әп-әдемі болып, керемет болып шықты. Келесін де дәл осылай салатын боламыз. Мінекей барлығын салып болдым. Және де артық жіптерді осылай қайшының көмегімен қиып, және де сыртын тазалап сүртіп, барлығын болдым. Енді осылай морозильникке қатырып қоямыз да шетінен пайдаланатын боламыз. Достар, менің видеом сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдырып және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.